қайтып келген қыз үйге сыйыспаса не істеуге болады дейді. Жалпы қыз баланың бұл өмірде ешқандай қорғанында панасы да жоқ, сөздің шынына келейікші. Потому что өз үйіңде қонақсың, жаңағы күйеуге шығып, күйеуіңнің жағына барса, ол жақта сен келінсің, важный разговор, важный әңгімелер болатын болса, келін сен шыға тұр дейтін неше түрлі отбасылардың әңгімелерін естіп жатырмыз. Қыздың өзінің бір ұясы жоқ. Тұрмысқа шықпас бұрын міндетті түрде қыз балалар жағдайларын жасап, бір бөлмелі қаланың бір көтіндегі үй болса да алып алыңдар өздеріңе деп, страховкеге алып алыңдар. Алдарыңда не күтіп тұрған ешқайсың білмейсіңдер деп. Сол үшін күйеуге шықпай тұрып, негізі үй алып алған дұрыс. Ипотекаға болсын, әйтеуір обязательно алып алғандарың өздерің үшін керек қыздар. Осы нәрсені ұмытпаңдаршы.